هذا العالي سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق Ораза ең қасиетті құлшылықтардың бірі. Хақ тағалаға жақындаудың төте жолдарының бірегейі. Ораза ізгілердің өмір салты, тақуалықтың төбесіне көтерілген туы. Ораза жәннатқа алып баратын ең қысқа жолдардың бірі. Жәннаттың 8 қақпасының бірі де ораза тұтушыларға арналған. Ораза адамның нәпсісі мен мінез құлқын түзейтін тәрбие мектебі. Кімде-кім Рамазан босағасынан шынайы ниетпен аттайтын болса, жан сарайын иманмен нұрландырып, жүріс-тұрысын түзеп шығады. Жәбир радиаллаху анху риуаят еткен хадисте, ораза қалқан, пенде онымен тозақтан қорғанады деген. Сонымен бірге, адамның бойындағы жүгенсіз құмарлықты тізгіндейтін таптырмас тәсіл. Әсіресе жастар үшін оразаның пайдасы көл-көсір. Ибн Мас'уд радиаллаху анху риуаят еткен хадисте, ей жастар қауымы, сендерден кім үйленуге мұршасы болса үйленсін. Анығында үйлену көзді жақсырақ сақтап, зинадан қорғайды. Ал кімде-кім үйленуге шамасы келмесе, оразаға берік болсын. Себебі ораза қорған, деп ораза харам құмарлықтан сақтайтындығын айтқан. Абу Уммат радиаллаху анху, мен, уа Аллахтың елшісі, Аллах тағала маған пайдасын тигізетін бір амалды бұйырыңыз деп сұрадым. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, оразаға берік бол, өйткені оның теңдесі жоқ деген кеңес берді. Міне Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи уассалам оразаға тең келетін құлшылық жоқтығын айтуда. Адам баласын жаратушысына жақындата түсетін ең абзал құлшылық ораза. Сахл бин Саад радиаллаху анху риуаятында шындығында жәннатта Райян деп аталатын бір қақпа бар. Қиямет күні ол қақпадан тек ораза ұстаған жандар ғана кіреді. Олардан басқа ешкім кірмейді. Ораза тұтушылар қайда деп жар салады. Олар орындарынан тұрып, олардан басқа ешкім кірмейді. Олар кіріп болған соң қақпа жабылады. Одан ешкім де кірмейді делінген. Күндіз бір шама шөлдегендей боп, қарны ашқандай сезінген адам күн ұясына батқанда дұға тілегін жасап, бұйыртқан ризық несібесімен аузын ашқандағы қуаныш сәті айрықша. Өйткені Алланың қолдауымен бір күндік оразаның сауабын қанжығасына байлап, дұға қабыл болатын ауыз ашар сәтте бата жасайды. Бұл жайлы Абу Хурайра радиаллаху анху, ораза тұтушыларға екі түрлі қуаныш бар. Бірі ауыз ашқан уақытта, екінші қуаныш Раббысымен қауышқан уақытта дейді. Күні бойы ораза ұстап, ауыз ашарда Алла тағаланың берген ризық несібесінен нәрленіп, қуанышқа бөленсе, қиямет күні ораза тұтқан үшін берілген сауапты көріп, шексіз қуанышқа кенеледі.